Құрметті оқушым, 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдің. Бүгін сын есім туралы білімімізді толықтырамыз. Бүгінгі сабақта сен сөз таптарын ажыратасың және сөйлем ішінен сын есімдерді табасың. Сын есімнің қай сөз табымен байланысатынын білетін боласың. Ал ол үшін алдымен біз сын есімді есімізге түсіріп қайталап алайық. Қазір мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Шешуін табуға дайынбыз ба? Олай болса, тыңда. Әрі қызыл, әрі тәтті, татқан жанды таңыр қатты. Бұның шешуі не болуы мүмкін? Иә, дұрыс айтасың. Бұның шешімі әрине алма. Ал енді сен келесі сұрақтарға жауап беруге дайынсың ба? Олай болса, тыңда. Бұл алманың түсі қандай? Әрине, дұрыс айттың. Алманың түсі қызыл, сары және жасыл. Ал пішіні қандай? Дұрыс, пішіні домалақ. Ал оның дәмі қандай екен? Дұрыс айттың, дәмі ащы алма болады, тәтті және қышқыл болады. Ал енді көлемі қандай екенін айтып көрші. Әрине, дұрыс айттың. Көлемі үлкен алма болады, көлемі кіші алма болады. Олай болса, сын есім дегеніміз ол заттың түр-түсін, пішінін, дәмін, көлемін, сапасын білдіретін сөз табы екен. Ол қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Осыны есте жақсылап сақтап алайық. Енді мәтінге назар аударайық. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтінді сауатты көшіріп жаз. Көшіріп жазған кезде қате жібермеуге күш сал. Ал келесі тапсырма. Мәтіндегі сын есімдерді тауып, олардың қай сөз табымен байланысып тұрғанын айт. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Осы сөйлемнен сын есімдерді табайық. Ертіс үлкен өзен. Қалай ойлайсың? Бұл сөйлемдегі сын есім қайсысы? Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Сын есімді тауып көрші бұл сөйлемдегі. Соңғы сөйлем ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Бұл сөйлемде екі сын есім бар. Тауып көр. Ал тауып болса, мұның жауабын мен тексеріп алайық. Бірінші сөйлемдегі ертіс үлкен өзен дегенде сын есім үлкен, дұрыс айттыңдар. Екінші сөйлемде сәулетті қалалар. Үшінші сөйлемде топырағы құнарлы. Және екінші сын есімі мол өнім.
қандай сұрағын қоя отырып, сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тауып көрейік. Қандай өзен? Үлкен өзен. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Топырағы қандай? Топырағы құнарлы. Қандай өнім? Мол өнім береді. Дұрыс, балалар, енді сын есімдеріміз қай сөз табымен байланысып тұрғанын тауып көрейікші. Өзен, қалалар, топырақ, өнім қай сөз табына жатады? Сұрақ қойып көрейікші. Өзен, қалалар, топырақ, өнім. Дұрыс айтасыздар. Бұл зат есім болып табылады. Демек, бұдан шығатын қорытынды сын есімдер көбіне зат есімдермен байланысып тұрады. Келесі тапсырманы оңай орындайсың деп ойлаймын. Бұл сәйкестендіру тапсырмасы. Берілген сын есімдерді зат есімдермен сәйкестендіріп көрші, ойланып ал. Дұрыс. Бірінші сын есім өнерпаз. Өнерпаз бала. Келесі түйінді. Қандай? Ой. Түйінді ой. Жасанды сын есімін гүлмен байланыстырамыз. Жасанды гүл. Қандай гүл? Жасанды гүл. Сөзшең сын есімін қарайық. Сөзшең адам. Қандай адам? Сөзшең адам. Ал енді ескі сын есімін ойлап көр. Ескі сын есімін қай зат есіммен байланыстырысқан дұрыс болады? Я, дұрыс айтасың. Ескі шапан. Қандай шапан? Ескі шапан. Соңғы сын есімді ойланып көрші. Таңдаулы. Таңдаулы суретші. Дұрыс айттың. Қандай суретші? Таңдаулы суретші. Бұл тапсырмада сен дұрыс орындадың деп ойлаймын. Зат есімдер мен сын есімдерді дұрыс байланыстырдың. Жарайсың. Ал енді экрандағы суретке назар аударып ойланайықшы. Неліктен бұл сурет қойылды деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыздар. Биылғы жыл ерекше жыл. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған жыл. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе. Ал балалар, Абай атамыз өскелең ұрпақтың қандай болуын арман етті деп ойлайсыңдар? Ойланып көріңіздерші. Я, дұрыс таптың. Өскелең ұрпақтың мейірімді болғанын арман етті. Еңбексүйгіш, қайырымды, шыншыл, адал. Бұның барлығы да қай сөз табына жататын сөздер? Дұрыс, барлығы да сын есімдер. Олай болса, Абай атамыз айтқандай, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар қалан дегендей, Абай атамыздың айтқандай кішіге мейірімді, қайырымды, еңбексүйгіш, шыншыл, адал адам болуға бар күшімізді салып
жақсы білім алуға тырысайық. Сау болыңыздар. Бүгінгі қазақ тілі аяқталды. Келесі кездескенше.